Жолдан сандық тауып алған бір пенде, қуанып кеп құлпын оның ашады. Қазына емес ішінен жылан көргенде, шошып кеткен байғұс әбден сасады. Жан ұшырып жылан менен арбаса, тұрған кезде 30 адам жолықты, бірақ бұған бола алмады араша. 30-ы да әб жыланнан қорықты. Сосын тағы кездескенмен 5 адам құтқаруға тырыспады бұл жанды. Жандары ашып тәуекел жоқ жасаған, алып жылан, алып қақпан құрғанды. Енді ешкімнен қайран жоғын түсініп, бейбақ адам үйіре берді иманын, алып жылан тұрғанда үрей ұшырып, таңданарлық жағдай болды беймәлім. Кенет титтей бір бала кеп жыланды, сөзге тартты тура қарап көзіне. Сандыққа сен қалай сыйдың, күмәнді, тым үлкенсің, сенбеймін деп сөзіңе. Бала сөзі тиіп кеткен шамына, алып жылан айналды да түтінге, жоғарылап көтеріліп барды да кіріп кетті шағын сандық ішіне. Тарс еткізіп бетін жауып үлгеріп, сандық аузын мықтап бала бекітті. Жолаушының бір тірілген, бір өліп, қан сөлі жоқ, жүзі қуарып кетіпті. Есін жиып, жинаған соң ақылын, жолаушы оған қарыздар боп қалама. Мені ажалдан алып қалдың батырым, жөніңді айт, кімсің дейді балаға. 10 бәленің 9-ын тілден табады. Мына жылан орынсыз айтқан сөздерің, орынсыз сөз өз иесін қабады. Сен осыны ағатайым сезбедің. 30 кісі ұстамаған оразаң, ал 5 кісі қаза қылған намазың. Құлшылыққа ылғи салғырт қараған, сендейлерді иектейді қара жын. Бірақ сенің жетшелпеп пісірер, жұма сайын жақсы әдетің бар тұғын. Тарататын кедей кепшік кісіге, садақаң сол сауабыңның тартуы. Тереңіндей түбі бар аңыз ертектің, депті бала жолаушыға, бағамда, мен сол өзің пісіріп таратқан шелпекпін. Құтқар деп сені жіберді мұна мені Алла. Бұл тәмсілдің түсінерсіз мәнінсіз, оразада жүрмейік тек ұялып. Ішіп жеуден ғана емес, орынсыз сөйлеуден де аузымызды тиялық.